Так, ең алдымен қолымызда тырнақ қысқартылған сақиналар шешілген. Одан кейін раковинаға жақындаймыз. Өзімізге ыңғайлы температураға қойып аламыз. Қолымызды ылғалдандырған соң сұйық сабын екі нажатиямен қолымызды өңдеп бастаймыз. Алдын алақан сырты, әрқимыл 5 реттен саусақ арасы, замок, бас бармақ, білекпен қоса және саусақ ұшы. Одан кейін дәл осы қимылмен қолымызды шаямыз. Суды өшіреміз. Бір реттік салфеткамен немесе орамалмен қолымызды құрғатып шығамыз. Таза жақтан лас жаққа қарай. Одан кейін қолымыз құрғаған соң антисептик аламыз. Екі нажатия 3-5 мл дәл жаңа қимылдармен қолымызды өңдеп шығамыз. Алақанмен алақан сырты, саусақ арасы, замок, бас бармақ, білекпен және саусақ ұшы. Қолымыз өңделді.